әлеммен келемін және де бүгін мен өзімнің өмірімнен басталған жағымсыз жағдайды қыламын. Біз отбасыда тұратынбыз. Біз кішкентай ғана үйде тұратынбыз. Әкем компанияда жұмыс істейтін болды. Анам шаштаразшы. Біз не кедейлік, не байлықта өмір сүрген жоқпыз. Бәрі орташалау болды. Менің әкем басқа жұмысқа тұрған кезінде ол басқа қалада болатын, және де біз ол жаққа көшіп бардық. Және де мен ол жақта сол жерде мектептерде жақсы қыздар болады деп ойладым. Және де ол жақта өзінше қыздар, және де мен өзімді жаман қылып көргізгім келіп тұрды. Анам айтты, ол жақта жақсы қыздар бар. Мен де солармен бірге қосылып солай жақсы болсам дейді. Анам айтты, сен сондай болсаң бәрі қуанады. Әкем бәрі күліп жіберді. Анам айтты, не болсаң да өзің бола біл қызым деп айтты. Және мен ол мектепте көргенде аузым ашылып қалды. Және де біздің мектептен 3 есе үлкен болды. Және де мен өз сыныптағым болмады. Және де апай бізді таныстырды. Бәріне бәрібір болды. Мен кішкене ұялдым. Сосын мен жанымда отырған қыз, сәлем, қалың қалай, мен ұтынысың ғой, сәлем, қалың қалай, сен қай жақтансың, қандай музыка тыңдайсың, сенің инстаграмың бар ма деп айтты. Біз артқы партада отырғанда бізді апай онша көре бермеді. Оның қызының аты Соня болатын. Және де біз екеуміз достастық. Және де мен 3 жақсы әдемі модель қыздарды көрдім. Және олар әдемі және де сондай болатын. Мен ондай қыздарға барғым келмеді. Сосын мен өз болып қатып қалдым, олар мені мазақтай ма деп. Және олардың ішіндегі ең күштісі Оларды Гері болатын. Ол бізге сәлем деді. Мен анамның сөзіне құлақ аспай былай айттым. Сәлем, менің әкем бір үлкен компанияның бастығы деп айттым. Және біз үлкен үйде тұрамыз дедім. Олардың бәрі маған қарап қалды. Сен бай екен білдім. Және де мен оларға не деймін, және де сенің неше лимузинің бар, неше нем бар деді. Сосын мен олармен бірге қосылып кеттім. Ал Соня артта қалып қоя берді. Және де мен көп өтірік айттым. Және мен оларға көп өтірік айта бердім. Және де мен деген олармен бірге жақсы дос болдым, бірақ оның бәрі өтіріктен құралған дос болды. Және де мен көп өтірік айттым. Олар және де бізге пижаманы істейді деді, және де біз жарайды деді, бірақ мен жаман болдым. Ол менің үйімді көрсе, олар маған сенбейді ғой дедім. Сосын мен үйіме дейін жылап бардым. Анама бәрін айттым. Анам мені жұбатты. Сосын айтты, сен оның бәрін шындыққа айтуың керек деді. Сосын мен оларға шындықты айттым. Сосын олар айтты, біз сен сияқты қыздармен дос болғымыз келеді деді. Сосын айтты, бірақ сен көп өтірік айтады екенсің, бірақ біз ондай өтірікші достармен ойнамаймыз деді. Сосын мен кішкене қобалжыдым және мен қызарып кеттім. Және де мен Соняны әлі күнге дейін кешіреді деп ойлайтын. Бұл менің үлкен сабақ болды. Біріншісі, не болсаң да өздерің болыңдар. Және де ешқашан екіншісі, мен олай баймын деп айтпаңдар. Сосын сендердің жастарың болмайды. Және де сендер өздерімен дос болғысы келген адамдарды олай істемеңдер. Және де Соня менімен әлі дос болады деп ойдамын. Менің анам ең данышпан адам.